Сәлеметсіз бе әже? Қызым амансың ба? Құтты жасың болсын айналайын, жасың құтты болсын. Қош келдің. Қош келдің қызым, жасың құтты болсын. Жоғары отыр, қыз бала жоғары отырады, қыздың жолы жоғары дейді. Қыз төрге отырады, көктем осы араға отыр сен. Қош келдің. Қызметкерлер жылы болғандықтан сізден сұхбат алғым келіп отыр. Менің зерттеу жұмысым Мағжан Жұмабаевтың әже өлеңінде ұлттық тәрбие мен мейірім соған байланысты болғандықтан сізден сауалнамалар қойғым келіп отыр. Ең алдымен өзіңіз таныстырып кетсеңіз. Мен өзім 1947 жылы дүниеге келгенмін. Көршілес Астрахан облысының орыс мектебінде 10 класс бітірдім. 67 жылы осы сүйіндікте жаңағы тұрмысқа шықтым 20-ға келгеннен кейін. Осында 68 жылдың содан кейін семья жағдайына байланысты 68 жылдың мартынан 93-тің апреліне шейін автопаркте электросварщица болып жұмыс жасадым. Жаңа 68 жылдың мартынан 93-тің апреліне шейін электросварщица болып автопаркте жұмыс жасадым бір орында. Қазір зейнеткермін, қазір әжемін, 14-15 немере жиендерім бар. Өз жаңағы еңбек ете жүріп, өз қызығуменен, қол өнерімен де айналыстым жаңағы сіздерге керек сауалға байланысты. Әже, немерелеріңізбен тәрбиесін қалай атсалысып жатырсыз? Мен қазір 14-15 немере жиенім бар, соның ішінде 5-еуі қыз бала. Қыз балаларға өзімнің жаңағы ер адамның жұмысымен байланысты болғанменен қызығуыма байланысты мынау қол өнерімен көп айналыстым. Ұршық иіру, тоқыма тоқу. Жаңағы біздің кезімізде жемпірлерді қыз балаларға қолдан тоқу кигіздік біздер. Сондай тоқу, сосын алаша тоқу болды. Енді қазір оның бәрінде тек қана осындай өздеріңе іс жүзінде үйретіп, жаңағы солай етіп отырамын немере жиендеріме. Әлде де қолдарына жаңағы ең оңайы қолғап тоқу, носки тоқу сондайды үйретемін. Мен ұршық иірем қызым, міне қазірде де зейнеткермін, уақыт өтпейді, жаңағы кішкентай қыздарыма немерелеріме үйретіп ұршық иірем. Ұршық деген қазақтан ол ежелгі өзінің ісмерлік құралы. Ұршықтың мынау сабы деп аталады. Бұны ағаштан талдан жасайды. Енді мынау басы дейді, бұны малдың мына тоқ не дейді? Сүйектен жасайды. Малдың үлкен малдың сүйегінен жасайды. Мынауны мұрындық дейді. Жаңағы жіпті былай иіргенде былай етіп ұстап соған қойып былай етіп иіріп отырамыз. Жаңағы айттым ғой, мынау сабы, сабын талдан жонып жақсылап жасайды. Сосын мына басы, бұны басы дейді. Бұны малдың сүйегінен жасайды. Малдың тоқ емес жаңағы тізе үстінде болады сондай сүйек, содан жасайды. Мынау жаңағы мұрындық дейді. Бұған мұрындықты жаңағы мына жіпті ұстау үшін. Бұл енді ұршық кез келген кісі сүйек ұршық жасай алмайды. Күнделікті әртүрлі мысалы мынандай ағаш бас дейді бұны. Басын ағаштан, мынау енді сол тал қалпында бола береді ғой. Мынау ағаштан жасалған ұршық. Ал енді ағашты да табылмайды, ал керек болып қалып жатады өзімдей немерелеріме. Онда мынандай жаңағы темір жеңіл, алюминиевый сондай ауыр темірден жасамайды, алюминиевый темірлерден жасайды. Соны жаңағы кезінде осымен. Соны енді қазіргі соңғы кезде тоқ ұршықтар, аяқ ұршық болды, аяқпенен басып, ол енді қазір өзім пайдаланып отырған мына ұршық болғасын соны көрсетіп отырмын. Мен аяқ ұршықпенен де иірдім, жаңағы өнімді болады ол енді қолдан көріп кішкене. Мынау енді айтып отырмын, қазір маған ермек ретінде өзімнің күнделікті пайдаланып отырған ұршықтарым. Ұршық иіріп көрсете аласыз ба? Көрсетейін, ұршық иіріп көрсетіп, былай етіп жүнді майдалап түтіп аламыз. Қолымызға жаңағы түйіршіктей болмау керек, тегіс болу керек, жібіміз әдемі болу үшін майдалап түтіп аламыз. Мынандай қылып түтіп аламыз, сосын жайлап осылай иіреміз. Осылай. Немерелеріме де жаңағы ескі ярлау қыздарым, қазіргі немерем қолымда тәрбиелеп отырған кішкентай ғой. Сосын былай етіп мынаған төгемін. Алаша тоқисыз ба? Қазір ұстап отырған алаша немесе текемет сияқты бұйымдар бар ма? Кезінде алаша тоқыдым, киіз бастық. Киізді де жаңа көп әжелер жиналып, 7-8 әже болып жиналып, текемет бастық. Қазіргі кезде ол енді заманына қарай ол ескі нәрселерге сұраныс жоқ қой жастардың. Болды, қазір оның бәрі де шетке қарай шықты, пайдаланды. Енді қазір енді немерелеріме қазір олар күнделікті өзінің мысалы қолғап, носки, мінекей мынандай. Мінекей кішкентай немереме мынау түбіттен тоқылған қолғап. Түбіттен жібін иіріп, содан осылай даярлап, сосын қолғап, мынандай осылай мынау қазіргі енді қысқа жаңа шығып жатыр ғой. Сондайға неткен бұйымдары. Енді қазір ондай ірі жаңағыдай оған өзің де білесің, ондай қазір сұраныс жастар ондайға қызыға қоймайды. Бірақ кезінде жемпірге шейін жаңағы магазиннің түсті жіптерінен қолдан иіріп жемпірлер жилеттер оларды көп тоқып кигіздім. Олар бәрі де қыздарым, өз қыздарым да немерелерім жаңағы кішкене өзіңдей болғандар да тоқиды. Тоқыманы кәдімгідей әдейілеп үйретемін. Неге десең қазақтың өзінің ұлы өнері қалмау керек, жалғасу керек. Әже оларға үйрету міндеті. Бесік жырынан үзінді айтып бере аласыз ба? Айтып берейін, бесік жырынан жаңағы әлди көпем, әлди ақ көпем, тербетейін жата ғой, тәтті ұйқыға бата ғой деп әжем қартайғасын арасында шатысы болады ғой. Немерелеріңізге айтатын ертегіден үзінді айтып берсеңіз. Немереме айтып беретін қазіргі кішкентай немереме жаңағы шалқан қалай ертегі бар ғой, шал менен кемпір. Сол туралы ертегі айтамын, мысалы шалқан егіп ол үлкен болып өскеннен кейін жаңағы шал өзі тартып суыра алмайды, кемпірін тартып әжейді. Әжей жаңағы қызы күшігін барлығы бірігіп жаңағы ең артынан тышқан келіп тартқанда шалқанды суырып алды дейді. Ол жаңағы мен мағынасына шейін түсіндіремін мысалы немереме. Ол дейтін тышқанның күші емес, жаңағы барлығының ұйымшылдығын, бірлігін түсіндіру үшін ертегі деп кішкентай немерелеріме сөйтіп өзімнің жаңағы білген ертегім, тәрбиелік мәні бар ертегілерді солай деп өзім айтып артынан мазмұнын түсіндіріп отырамын. Киім киесіз бе? Көрсете аласыз ба қандай киімдер бар? Ұлттық киім мысалы мына өзімнің қазіргі киіп отырған киімнің өзі жаңағы қазақи өрнекпен өрнектелген киім, көйлек. Енді сосын жаңағы жилеткілер бар. Мынау енді қазақтың кәдімгі
Бұны кимешек дейді. Мына әжелер, мен өзім осы кимешекті кием. Мысалы саған киіп көрсетейін бе қазір? Мына қазір киіп көрсетейін қызым. Бұл қазақтың кимешегі. Жаулығы деген болады. Мына енді қазір мен қолымда сенің даяр отырғанымды көрсетіп алайын. Өтек дейді. Мұны кәдімгі мен өзімнің қолдан тіккен кимешегім. Өзіміздің үлкен аналарымыздан қалып киді. Содан мен өзім кидім. Осындай жаңағы өзім тігіп алып, содан енді оған мынандай қазақ мынау енді орамал ғой, жаулық дейтіні болады бұның. Мына қағаз салып, жалпақ етіп, жаңағы кемпірлер осылай маңдайды басып шашты көрсетпейді ол кезде. Былай етіп жаңағы жаулық байлаған осылай етіп. Мен енді қазір саған оңайда болған, қасыма отырған дүнием ғой енді. Сосын саған оңайдан көрсетіп жатырғаным бұл кимешегі қазақтың ұлттық. Бұл дейтін еш уақытта тозбайтын, қалмайтын, тозбайтын дегенде қалмайтын жаңағы ұлттық киімі. Мұны қалдырмауымыз керек. Мен өзімнің жаңағы келіндеріме бәріне де солай айтып отырамын. Мен өзіме анам қалай тәрбиелеп еді, мен жаңағы келіндеріме енді олар өздерінің жаңағы артынан кәдімгі қыз балаларына солай тәрбие беру керек. Енді қолымдағы көбісі қалада болады, ал қолымдағы қызыма осындайдың бәрін айтудан жалықпаймын. Жастарға қандай кеңес бересіз? Жастарға жаңағы қалай білімді болса да, қай арада жүрсе де, жоғарғы оқу орындарын алған дипломды болса да, өзіміздің ұлттық дәрежедегі жаңағы қалпымызды, дәстүрімізді ұмытпауға тәрбиелеймін. Қалай болғанда да қазақтың өзінің ұлттық қандай кітапта ең кішісі тамақ даярлаудан киім киюі, жаңағыдай қол өнерімен айланысуын ол еш уақытта да ұмытпау керек. Біздің қазақи дәстүріміз өзімізбен бірге өмірімізге жалғасуы керек. Өзім жаңағы немерелеріме солай деп үйретемін. Мынандай әуелі осылай етіп бастап аламыз. Егер үйренгің келсе, маған келіп үйреніп тұруыңа болады. Мына осылай етіп, мысалы, мына білезігі 30 жіп болады, балалардың детский 35 жіп, сол мынараға жаңағыдай 35 жіп етіп теріп аламыз. Мына қызым менде не ғой. Содан кейін жаңағы 4 сынға бөліп, сосын сөйтіп тоқимыз. Мына жаңағы егер де өзің үйренгің келсе, любой уақытта келіп үйренуіңе болады. Мінекей мынарадан алып, мынаны, мінекей. Солай етесің. Ой, молодец, о мен қызым. Өзіңе қарай солай өзіңе қарай шиырып, сосын мына жүніңді ар жағынан реттеп жіберіп отырасың өзің. Өзіңе қарай. Дұрыс. Жақсы көрсеткен. Содан кейін ана шиыру деген болады. Мынандай екі тіні иіріп алғаннан кейін екі тіні болады. Сосын қабаттап домалақтап аласың да, енді бұны пысыту керек. Ол үшін енді былай қарай артқа қарай итересің. Сонда мынау пысып шиырылады. Көрдің бе қазір? Сосын бүйтіп тастайсың да, оны төгіп тастап, бұл енді оңайлау кішкене. Ары қарай анау бұл үзілмей тұра қалды.